Саламатсыздар ма? Мен Тұрғанбек Қуаныш, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті жалпы медицина факультеті 1-ші курс студенті боламын. Бүгінгі біздің сіздермен қарастыратынымыз қол бұлшық еттері. Қол бұлшық еттеріне тоқталмас бұрын біз қола аймақтарына жаратып алуымыз керек. Бірінші аймақ регио-дельтоидея. Бұл дельта тәрізді бұлшық еттің орналасқан тұсына сәйкес келетін болып табылады. Келесі иықтық аймақтар регионис брахии деп аталады. Топографиялық орналасуына қарай алдыңғы аймақ региобрахиалис антериор. Ол иықтың екі басты бұлшық етінің нұсқасына сәйкес келетін болып саналады, және региобрахиалис постериор. Артқы иықтық аймақ. Бұл иықтың үш басты бұлшық етінің нұсқасына сәйкес келетін болып саналады. Келесі аймақ бұл шынтақтық аймақтар, регионис кубиталис деп аталады. Бұл аймақта топографиялық орналасуына қарай алдыңғы шынтақтық региокубиталис антериор, ол шынтақ ойысына сәйкес келеді, және артқы шынтақтық аймақ региокубиталис постериор. Ол шынтақ жіліктің шынтақ өсіндісі мен артқы медиальды, латеральды шынтақтық салалар сулькус кубиталис постериор медиалис эт латералистің тұсына сәйкес келетін болып саналады. Білектік аймақтар регио антебрахиалис, ол да алдыңғы аймақ және де артқы аймаққа бөлінеді, яғни регио антебрахиалис антериор эт постериор. Сонымен қатар алдыңғы және артқы білезіктік аймақтар регио карпалис антериор, регио карпалис постериор ажыратылады. Сонымен қатар қол басына келетін болсақ, олар регио пальмаманус, қол басының алақандық беті, және регио дорзиманус, қол басының сыртқы бетіне ажыратылады. Сонымен қатар регионис дигиторум манус, яғни саусақтық аймақтарды да ажыратып қарастырамыз. Бірінші иық белдеуінің бұлшық еттеріне тоқталамыз. Бірінші бұлшық ет дельта тәрізді бұлшық ет, мускулюс дельтоидус деп аталады. Сыртқы пішіні гректің дельта әрпіне ұқсас болғандықтан бұлшық ет осылай аталған болып саналады. Ол бұғана сүйегінің латеральды бөлігінен және де жауырын қырқасынан бастау алатын болып саналады. Бұлшық ет талшықтары төмен қарай бағытталып, жинақтала келе, иық буынының сыртқы бетін түгелі жауып орналасады, және де тоқпаны жіліктің дельта атты бұдыры тубероситис дельтоидус ос хумериға барып бекетін болып табылады. Сонымен қатар бұл бұлшық ет сіңірінің бекетін жерінде жиырылған кезде қозғалысты жеңілдету үшін синовиальды бұлшық ет астылық қапшық бурса субдельтоидея орналасатын болып табылады. Бұлшық еттің негізгі қызметі бұғаналық бөлігі егер жиырылатын болса, онда иық буынын немесе қолды бүгу қызметін атқарады. Жауырындық бөлігі жиырылу кезінде иық буынын жазу қызметін атқарады. Ал бұл бұлшық еттің акромиальды бөлігі жиырылған кезде иық буынын горизонтальды жазықтыққа қарай алшақтату қызметін атқарады. Келесі бұлшық ет қылқан үстілік бұлшық ет, мускулюс супраспинатус деп аталады. Жауырынның қылқан үстілік медиальды қырынан бастау алады және төмен латеральды бағытта өтіп, тоқпан жіліктің үлкен төмпешігі туберкулум майус ос хумериға барып бекетін болып саналады. Өзінің өту жолында иық буынның жоғарғы бетіні жанай өтетін болып табылады. Негізгі қызметі дельта тәрізді бұлшық еттің қызметі сияқты иық буынын горизонтальды жазықтыққа дейін көтеріп, алшақтату қызметін атқарады. Келесі бұлшық ет қылқан астылық бұлшық ет, мускулюс инфраспинатус деп аталады. Бұл бұлшық ет жауырынның қылқан астылық ойысы фосса инфраспинатус және де жауырынның медиальды қырынан
марго медиалис ос скапулядан бастау алатын болып саналады. Латеральды өрлеме, яғни қиғаштау жоғары бағытта өтіп, тоқпан жіліктің үлкен төмпешігі туберкулум майус ос хумериға барып бекитін болып саналады. Негізгі қызметі иық буынын сыртқа қарай айналдырып бұру немесе супинациялау болып табылады. Келесі бұлшықет жұмыр кіші бұлшықет, мускулюс терес минор деп аталады. Ол жауырынның латеральды қыры марго латералис ос скапулядан бастау алып, латеральды бағытта иық буыны қапшығын артқы жағынан жанай өтіп, мына жерде иық буыны түзіледі бізде. Осы буынды артқы бөлігінен жанай өтіп, тоқпан жіліктің үлкен төмпешігі туберкулум майус ос хумериға барып бекитін болып саналады. Негізгі қызметі иық буынын сыртқа айналдырып бұру және супинациялау болып табылады. Жұмыр үлкен бұлшықет мускулюс терес майор деп аталады. Жауырынның төменгі бұрышының артқы бетінен бастау алатын болып саналады. Өрлеме және латеральды бағытта өтіп, арқаның аса жалпақ бұлшықетінің сіңірімен қосарласады және иық буынның ішкі қапталын жанай өтіп, тоқпан жіліктің кіші төмпешігіне барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі иық буынын төмен және артқа қарай тартып, қолды толғаға жақындатып, қолды ішке айналдырып бұру қызметін атқарады. Келесі бұлшықет жауырын асты бұлшықеті, мускулюс субскапулярис деп аталады. Жауырынның бүкіл жауырыны асты ойысынан бастау алатын болып саналады және бұл ойыстың бұлшықеттік көтеріңкілерінен бастау алады. Жоғарғы және латеральды бағытта өтетін болып саналады және тоқпан жіліктің кіші төмпешігі туберкулум минус ос хумериға барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі иық буынын ішке қарай бұру қызметін атқарады. Иық буыны қапшығын тарту және қозғалыс кезінде шаншылудан сақтау қызметін атқарады. Иық белдеуі бұлшықеттеріне біз тағы да мускулюс пекторалис майор, кеуденің үлкен бұлшықеті және арқаның аса жалпақ бұлшықеті мускулюс латизимус дорзиді жатқыза аламыз. Бірақ олардың сипаттамасын біз алдыңғы видеолардан беріп кеткен болатынбыз.